Түнгі қала. Адам аяғы сайбырсып, тек әрлі-берлі өткен машиналар легі түн тыныштығын бұзуда. Көше шамдары жарығымен бағдарлап, асыға басып келе жатқан бойжеткеннің денесі түнгі салқыннан тоңазып, басқан аяғы артқа кеткенде жан-жағына жалтақ-жалтақ қарайды. Қыздың үстіне киген қызыл көйлегі бойжеткеннің сұлу мүсініне жараса қалған. Бір кезде қыз аяғындағы туфлиін шешіп алып жүгіре жөнелді. Бұл Кәмшат еді. Кәмшаттың мектеп бітірген соң арман қуып Астанаға келгеніне де тура биыл 2 жыл болыпты-ау. Зымыраған уақыт, неткен жүріп. Қыздың арманы мұғалімдік оқуға түсіп, ата-ана, ұстаздардың қуантып студент атану болған. Осы қалада жамағайын алыс туысы Бәтес тұрады. Әкесінің анасына жиен боп келеді сол Бәтес. Әке-шешесі ет, май, құрт ірімшіктерін салып беріп, Кәмшатты аудан орталығынан тікелей Астанаға қатынайтын автобусқа отырғызған. Үйден алысқа ұзап көрмеген қыздарын автобустың жүргізушісі Сәрсен ағайға шегелеп тапсырған. Бәтеспен хабарласып, қызды күтіп алуын өтінген әкесі Абылай. Кеште шыққан автобус үлкен шаһарға түс ауа келді. Бұрын үйінен алысқа ұзап шықпаған бойжеткен үшін Астана жер жұмағандай болып көрінген еді сонда. Биік зәулім үйлер, офистер, сауда орталықтар мен ғимараттар, сәнді киінген адамдарға қарап отырып, Кәмшаттың ауылдан құтылғанына қуанғандай жүрегі дүрсілдей соққан болатын. Автобекетте Бәтес апайы күтіп отыр екен. Лезде ол өзінің машинасымен биік зәулім үйдің алдына алып келді. Бәтестің үйі 3-ші қабатта орналасқан кең екен. Бөлмелеріндегі жиһаздары да шетелдік, әсіресе төбеге ілінген люстралары арзан емес-ау. Бәтес лезде дастархан жайып, стол үстін жайнатып жіберді. Столдың бір шетінен ауылдан әкелінген қазы-қарта, сары май, жент пен ірімшікке де орын табылды. Екеуі ауылдың жаңалықтарын, ана-мынаны біраз әңгіме қылған. Қайқуға тапсыруға ойың бар Кама деп тәтесі Кәмшатқа. Мұғалім болсам деймін деп қыз баяу жауап берген. Кама, сен сол мұғалімдіктен не табасың? Жүйкеңді құртып, біреудің баласын тәрбиелеймін деп қартаясың ғой. Содан басқа оқу құрып қалмаған шығар. Ата-анасын тыңдамайтын бала мұғалімді қайтып тыңдасын. Қазіргі бала емес, бәле, шетіне нервный, мұғалім болам дегенді енді мен естімейтін болайын деп тәтесі екі қолын төбесіне қойған. Негізі Кәмшат сабақты өте жақсы оқыған. Ұстаздар да осы қыздан бірдеңе шығады деп мақтап қоятын еді. Аттестатта тек физика пәнінен 4-тік баға, қалған пәндерден ылғи 5 болды. Физика пәнінен беретін апайы Зура сабақта кітаптан оқып беретін. Бір сұрақ қойсаң, бәлеге қаласың. Өзіңмен өштесіп алады. Есептерді қате шығарып, өзі де, оқушыларды да әбден шатастыратын. Әйтпесе Кәмшат техникалық мамандық иесі болсам деп те армандаған. ұбт-ны өте жақсы тапсырған ол оқуға түсуіне сенімді болатын. Өткенде тәтесі, осы үйде тұра бер, жалғыз едім. Сен келіп, осы үйге жан бітіп қалғандай болды деп қуанып жүр. Кәмшат документтерін Евразия ұлттық университетінің биотехнология факультетіне тапсырып қойды. Ата-анасымен сөйлесіп, олардың да көңілін жайландырған еді. Күні бойы үйде жалғыз болудан шаршаған қыз, жұмыс жасап аз-маз ақша тапсам деген ойын Бәтес тәтесіне де айтып еді. Тәтесі бірден құптады. Үйдің жанында бір үлкен мейрамхана бар, соған барып жұмыс сұрасаң да болады деп кеңес берген. Бос үйде отырғанша бір уақыт көңілім бөлінсе, адамдармен араласып, қала өміріне бейімделе берсем деп ойлады. Үстіне өткенде Бәтес тәтесімен дүкен аралап жүріп алған брендтік ақ кофтасы мен қара шалбарын киіп шықты. Ұзын қара шашын бір бұрымға өріп қойған Кәмшат өте көрікті еді. Мейрамханаға келіп администраторға кіруге сұранды. Әйтеуір жарты сағат өткенде администратор жігіт Аянмен сөйлесудің сәті түскен. Аян ұзын бойлы, қара торы өңді, жасы 30-ың ар жақ бер жағындағы жігіт екен. Қыздың бас аяғын көзімен шолып, оның көркіне риза болғаны сезіліп тұрды. Тым жас екенсіз, сонда сізге 2 айға уақытта жұмыс керек пе? Мейрамхананың қожайыны Медет Ниязовичпен ақылдасып көрейін. Телефон нөміріңізді
тастап кетерсіз деп жауап берді. Керек болсаңыз өзім қоңырау шалармын. Сау болыңыз деп сызыла қалды администратор. Сонымен телефонның қоңырау үнін тосқаны 4 күн болғанда жігіт телефон соққан. Кәмшат Аблаевна, сіздің жұмыс туралы өтінішіңізді мейрамхана қожайыны Медет Ниязовичқа айтып едім, ол кісі келісті. Бүгін сағат 3-те келе аласыз ба? Деді. Иә, барамын. Сізге рахмет деген Кәмшат міне Медет Ниязовичтің кабинетінде отыр. Мейрамхананың бастығы жасы 50-55 шамасындағы келбетті жігіт ағасы екен. Қара қою шаштарының самай тұсы бурыл тарта бастаған. Әр сөзін салмақтап айтатын кісі көрінді. Бойынан бекзаттық сезіледі. Кел отыр қызым. Жұмыс іздеген екенсің деп сабырмен сөйлеген еді. Я, оқуым басталғанша жұмыс істесем деп едім деп қыз күмілжи сөйлеген. Аян айтты бәрін. Келсең даяшы болуға қалайсың? Бізде той мереке жиі өтеді. Өзің сияқты жастар жұмыс жасайды. Тіл табысып кетерсің деген салмақты қалыпта. Рахмет ағай, сізге көп. Рахмет деп қыз. Администратор Аянға келген. Аян оған мейрамхана ішін көрсетіп, жұмыс орнына нұсқаған. Аптасына 3 рет қызмет етесіз. Айлық 80-90 мың теңге көлемінде. Тек жұмысты жауапкершілікпен атқарып, ұғыптылық таныту сізден талап етіледі, деді жас жігіт. Бәріне келісіп, жұмыс берушімен шартқа отырып, көтеріңкі көңілмен үйге оралды. Кешкі асты даярлап, бәтес-сәтесін асыға тосып отырды. Содан өзінің жұмысқа тұрғанын қуана жеткізген Кәмшатқа бәтес-сәтесі өз ақылын айтып жатты. Кама, сенің Астанадай үлкен қалаға бірінші келуің. Қаланың өзінің қатал заңы бар. Ең бастысы өзіңді ұстай білу. Аңқаулық, адамға сенгіштік жағынан абай бол деп өзінің ақыл кеңесін үйіп төкті. Мен де сендей жас болдым. Адамға өте тез сенетінмін. Сол қасиетімнен көп зардапты шектім деп үнсіз қалған еді. Бұрында ауылда жүргенде естігені бар еді. Осы бәтес-тәтесі үші тұрмыста болған екен. Бәрімен дәм-тұзы жараспай ажырасып кеткен. Баласы да болмаған көрінеді. Өз еңбегімен жұмыс жасап, осы үйді алған. Бүгінде бір шетелдік компанияда есепші болып қызмет ететін. Өте білімді, тиянақты бәтестің қызметте бағы жанғанымен жеке өмірінде көп қиыншылықтары аз болмапты. Сол қиыншылықтарды жігерлі тәтесі жеңе білген екен. Әрине мұның бәрін Кәмшатқа сабақ болсын деп айтады да. Ертеңде Кәмшат жұмысына асыға келді. Өзі сияқты жас қыздар мен жігіттер де оны жатсынбады. Білмегенін басқалардан үйреніп талаптанған жас бойжеткен ең алғаш айлығын алғанда қатты қуанды. Еңбекпен тапқан нан тәтті демей ме? Ауылдағы үй ішіне қуанышты хабарын білдірді. Кешке бәтес-тәтесі келіп, өздері Кәмшаттың алғашқы алған ақшасын атап өтті. Тәтті пәттілерін алып, мейрамханаға бәтес-тәтесін шақырып еді. Тәтесі: Кама, сенің қаншама еңбек етіп тапқан ақшаңды шашуға үйренбе. Ақшаның артықшылығы жоқ, жинай бер деп ақылын айтқан. Әрине, ақшаның қадірін бәтес-тәтесі жақсы біледі. Осылай күндер зулап өте берді. Бағы жанып Кәмшат студент атанды. Ауылдағы әке-шешесі де мәз. Енді қыз жатақханаға кетем дегенде бәтес жібергісі келмеген. Бірақ бір жағынан оқу үшін жатақханаға кетуіне қарсы болмады. Саған берген сыйым деп Кәмшаттың мойнына алтын алқа тақты тәтесі. Риза болған қыз тәтесінің бетіне сүйіп алған. Осындай қамқор тәтесі барлығына шүкір еткен. Сонымен Кәмшаттың студенттік өмірі басталып та кетті. Лекция, семинары, практикалық сабақтар, проект қорғау, тағы басқасы бар. Уақыты еш жетпейді. Әйтеуір жатақханаға жетіп, шай байларын ішіп ес жияды. Бәтес-тәтесімен жиі сөйлесіп, амандық сұрасуды ұмытпады. Қысқы сессиясына жақсы тапсырған қыз бірде бәтес-тәтесіне барды. Бәтес бұны көріп қатты қуанып, барын салып дастархан жасады. Екеуі сағынысып қалыпты. Әңгімелері де таусылмады сол күні. Әңгіме арасында Кәмшат өзінің тағы да даяшы болып, ақша тапқысы келетінін, каникул деп босқа жатқысы келмейтінін айтқан. Тәтесі де құп көрген. Сонымен бұрынғы мейрамханаға келді.
Кәмшатты бәрі сағынып қалған ба қуана қарсы алды. Администратор Аянның қуанышы ерекше, тек Медет Ниязович көрінбеді. Сұрастырып көріп еді, ол кісі науқастанып қалған екен. Оның орнына ұлы Жеңіс иелік етеді екен бұл мейрамханаға. Жеңіс бойшаң, көрікті жігіт, маңғаз, паңдығы бір бойына жетерлік көрінді. Әкесі қандай қарапайым, ал мынау сыздап тұрған біреу екен деп Кәмшат Жеңісті жақтырмады. Жеңіс бұның бас аяғына дейін көз салып, уақытша 2 аптаға даяшы болуына келісетінін айтқан. Ертеңде Кәмшат даяшының қызметіне кірісіп те кетті. Бұрынғы жинаған тәжірибесі бар, өзін еркін сезінді. Сонымен Кәмшат әтесі бәтестің үйінің жанындағы мейрамханаға жұмысқа барып жүрді. 3 апта бойы бос жатқаны болмас. Ауылдан ақша сұраса тағы ұят деп ойлады қыз. Бірде зал ішін реттеп жүргенде Аян келіп, сені бастық шақырып жатыр деді. Қыз барғысы келмей сипақтап жүріп алған. Тек Аян екінші рет айтқанда, аяғын еріксіз басып Жеңіске келді. Шақырғанға келмегеніне ыза болып отырған сияқты ма бастығы сыздана сөйледі. Кәмшат Абылайымна, біздің мейрамхананың кейбір қонақтары сіздің қызметіңізге риза емес, дөрекілік көрсетті деп шағым кітабына өз пікірлерін жазып кетіпті. Сіз біздің мейрамханамызға жағымсыз пікірлер тудырып жатырсыз, деді сыздана. Басында мен қай жерден дөрекілік көрсеттім екен? Мүмкін емес. Мен қызмет көрсеткен меймандар ылғи ризашылығы мен рахметін айтушы еді деп ойланып аузына сөз түспей қалған. Бірақ өжет Кәмшат өзін қорғамаса, мынау неше түрлі бәлені айта берер ме еді? Сонда сіз кез келген қонақтың өзінің қызымен жасты қыздың мықынынан қысып, кеудесіне қол жүгірткенін әдепті қылық деп ойлайсыз ба, деді бірден. Сасып қалған жігіт. Жоқ, бізге өңшең мәдениетті элиталар келеді. Менің мейрамханамды әлдебір сыраханамен шатастырмаңыз деп шыға келгені. Қатты ыза болған Кәмшат, мен өзіме ешкімнің ондай бейәдеп қылық көрсетуіне жол бере алмаймын. Элита деп отырғандарыңыздың өресі сыраханадағылардан төмен болса жетісіпсіз дегенде. Жеңіс орнынан атып тұрып, есікті құлыптап бұған қарай жақындай берген. Көрейін адалдығыңды, ақша үшін жүр емессің бе осында, періште бола қалуын деп төне берген жігіттің басына үстелдің үстінде тұрған бос графинді жіберіп үлгерді. Кәмшат екі көзі қанға толып, жүрегі тарсылдай соғады. Қатты тиген соққыдан Жеңістің бетін қан жауып жерге құлай берген. Бөлмеден шығып, артқы есік арқылы далаға атып шыққан Кәмшаттың басы мең-зең. Өлдірдім-ау деп күбірлей берген қыз басы ауған жаққа жүгіре берген. Қараңғыда жан ұшырып жүгіре берді. Тек бір бұрылысқа келгенде машинаның шиқ еткен дауыстан есін жиып алғандай. Көлікте отырған жігіт қасындағы қызға, мынауың шегіп алған-ау шамасы, өлетін бала молаға жүргеді дегендей деп тұздықтап бір қатты боқтаған. Есін жиған Кәмшат болса, ішінен мен өзімді қорлауға, арымды таптауға көнбеспін деп күбірлеп тұрды. Әзер дегенде есін жиып үйіне келіп, тәтесі бәтеске бар жайды ашып айтты. Небір жас қыздарды басынып, қорлап, арын төгуге үйренген ғой. Қазіргі кәршалдарда ұят жоқ. Ақшаның буымен тоқалдан тоқал алып не істемей жатыр. Дұрыс жасағансың деп қызды қолдап қойды. Бармай-ақ қойшы сондай жынның ортасына. Азғындардың ұясы деп қатты сөйледі, кейіп. Ал Жеңіс болса, басынан алған жарақаттан ауруханада 3 аптадай жатып шықты. Тек болған оқиғаны айтып, полиция, заң орындарына шағымданбады. Жабулы қазан жабулы күйінде қалды.